Даже жол жоқ қой. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсы жандар. Сіздерге арнайы Абукардан чехолдар шығып жатыр. Біз оны, мен Абукар болып жалғыз істей бермеймін. Мен де бірге істейтін серіктесім бар. Дәл қазір уақытта цехы мінекей. Біз басқа елдерден алдырмаймыз қазір уақытта. ВАЗдарға жалпы келген кезде ВАЗдан бастап қазір кез келген көліктерге тігіп дайындап беріп жатырмыз. Мынаны қараңыздаршы, не деген машинкалар, не деген аппараттар. Жалпы келген кезде қыз баласының өзі осындай керемет объемдағы заттарды түсіріп алып, әрқайсысынан керемет материалдарды таңдап алып, 5 жылдың ішінде айына кем дегенде 200 шақты клиентке қызмет жасап жатыр. Көп ер адамдар жұмыс жоқ, анау жоқ, нан істеуге болмайды, мынандай деп айтып жатады. Менің өзім келіп мынандай жерге ұялып қалып жатырмын. Достар, еңбектенейік, еңбектің артынан барлығы шығады. Мынаның бәрін қиюдың өзі оңай емес. Лекала шығарды, лекаласы дұрыс болмай қалды. Бір машинаға чехолды тікті, одан чехол дұрыс болмай қалып жатады. И кожаны таңдайсың, кожа сырылып кетеді. Маған қараңыздар, оңайлықпен сырылмайды, маған қараңыздар, оңайлықпен сырылмайды. Енді бит жыртсаң әжейін, бәрі жыртылып кетеді ғой. Міндетті түрде жыртудың қажеті жоқ. Сырылған кезде әртүрлі заттар былайынан тиіп кетіп жатады. Сол себептен де әр материалды таңдай үйренді. Сол сияқты мінекей парақша Instagram жанына Мақсұт деп қойған. Тіркеліңіздер, оптын тапсырыс беріңіздер. Біз бәріміз Жанна екеуміз бұрыннан бері жұмыс жасаймыз. Қаншама конкурент, анау, мынау деп бөліспейміз. Всегда бәріне бірдей бағада, бірдей қызмет жасаймыз. Сол себептен де әрбіріміз өзіміздің өнімімізді қолдау керекпіз. Мына материалдар қазіргі уақытта көп жерде табыла бермейді, достар. Бұл күнге оңайлықпен күймейді. Қазіргі уақытта біз қаншама көліктерге сатып жатырмыз. Ешқайсынан жалпы болып жатқан жоқ. Қараңыздар, материал қалыңдығы және де әдем болып тұрады. Одан кейін су, пу тисе, немесе сол сияқты дақтар тисе, бұл дақ болмайды. Обязательно қандай болсын химиямен жусаң да оңай кетіп қала беретін өте керемет материал. Керемет, даже жол жоқ қой, құлап кетейін деп, басыңа бірдеңе түсіп кетейін деп шығасың ғой екінші этажға, короче. Қараңыздар, жай ғана лекала, жаңағы кленкіден қырқып алып, еще оны қолмен былайынан салат, не деген еңбек. И одан кейін бұны осылайынан тігіп жүргізеді. Тігілген вариантын көрсетемін сіздерге. Алып аламыз да чехолды комплекті. Даже түріне қарамай салып жібереміз. Сөйтсек, бұл байғұс осылайынан тігіледі екен. Қараңыздар, қолмен салынды, артынша тігіледі былайынан. И қараңыздар, тігістерінің барлығы жаңа айтып жатқан кожалар, мына жерлер сырылып кететін болса, аяқ тиіп, бірдеңе тиген кезде жаман көрінеді. Бұлар оңайлықпен сырылмайды мінекей. Кожаный сиденьяларға арналған. Қараңыздар, либо кожаный чехол тіктіріп алатындар да бар ғой. Қысқы уақытта белдер жаурап, басқалар жерлер бірдеңе болмас үшін мінекей қараңыздар, Лада, Тойота әртүрлі қылып шығарылады. Подушкаға гербпен по желанию осылайынан да жасалып жатыр. Бұны енді іске қосып жатыр. Алдында былайынан шығатын. Ал мынау біздің заказ. Қазір ашып көрсетейін. Бізге келеді, осылайынан келеді. Дік аласын, түріне де қарамайсың, жазуына оқисың да. Фак еткізіп, дастақпен салып жібереміз ғой басқа қалаларға. Қазір ашып көрейік. Чотам болған. Кемшіліктер болса, бетіне осы жерде айтып тастайық та. Мінекей, астаңғысы. Кран, но не FL люкс крантан келген. Қараңыздаршы, бұны упаковать мен даже нан шешіп алсам, қайтадан мынау чехолдың қабына қайтадан сала алмаймын. Мынау артының келген. Уай, қараңыздар. Мынау артыңғы спинксінікі. Міне тігістері кезінде былайынан шығатын ғой, былайынан. Қазір теп тегіс чоткий. Так, мынау отыратын жерінікі. Ақтарып тастағызыңызшы. Мынау спинка, алдыңғы сиденьянікі. Киілген кезде осылайынан тұрады. Қараңыздар, ешқандай майысып, тыжырайып, жіптері шығып тұрған жоқ. Мына осы да даже кір болмайтындай қылып істелініп жатыр. Тігісі қисық емес. Камри стиль деген осы қазір. Қараңыздар, ішіне қаптап, подушка, подголовник үшін келген кезде бәрін осылайынан кигізіп салып жатамыз. Астын екеуі бір-біріне жабысатындай липучкамен істелінген.
алына береді. И астында жіптерінің бәрін чөткей қылып шығарып жатыр. Мінекей жақсылап осы жерін тартатын болсаңыздар, мына жағы салбырап, былжырап кетпейді ғой. Тек носкиді ғана тігушек кезінде, қазір чехол тігіп жайрап үйренейін деп жатырмық қой. Ақшаны дәл сияқты ғой деп қоясың да. Қараңыздар, қандай керемет, иә. Былай қарасаң, былай қарасаң, былай тігеді. Қызық болады ше, шынымен өзіме. Керек материал емес пе деп қоясың да. Қызық етіп қырқады екенсің. Түзу тігеді екен ғой. Масар. Мінекей достар, тек қана чехол емес, сонымен қоса подушка, кез келген уақытта мойындарыңыз ауырған кезде бір мызғып алғанға пайдасы тиеді. Және де достар, көліктеріңізде әдемі вид береді. Бұл ғана емес, мынандай қызыл лададан басқа да жасауға болады. Көбінесе мынаның бәрі менің заказым болған екен. Лада болып тұр ғой енді. Енді перетяжка қылып кезінде бұл чехолдар 120 мыңнан 90 мыңнан да сатылған. Қазір жанына стегелі беріп, біз 35 мың теңгеден барлығымыз бірдей баға ұстап сатудамыз. Оның ішінде жаңағыдай доставкасы бар. Келіп кигіздіретін болсаңыздар, негізінде осындай болып тұрады да. Көріп тұрсыздар, синейде чоткий. Ал кигізу қызметі бізде үлкен уақыт алып жатқаннан соң қазіргі кезде ондай жасап жатқан жоқпыз. Оны өздеріңізде таба аласыздар. Алдағы уақытта міндетті түрде қалай салынатынын, қалай қойылып жатқанын видеосын сіздер үшін жасауға тырысамыз. Осылайынан кигізіп, көрсетіп, қай жерін қалай тарту керек, ешқайсысының оқуы жоқ. Барлығымыз сіздер сияқты қарап отырып өзімізді салып көрейік деп салынған түрі. Мінекей көріп тұрғандағыдай ромбик түрі. Ал достар, Жанна деген кім десеңіздер, мінекей өзін ұялса да шығарып аласың. Хотя бы бір YouTube каналда түрін көріп қалсын, келесі уақытта үлкен қылып шығарып жатқан кезде обзор тағы да жасаймыз, иә? Иә, бұйырса бәрін түсіремін. Бұл жерде әшейін күтпеген жерден астынан келген екен түспей жатыр. Жалпы мен қуаныштымын Жаннаға. Что-там оқырмандарға не айтасың, бірдеңе айтып қойсайшы. Барлықтарыңыз сәттілік, абукларыңыз әп жасалыңыздар, бізден чехол алыңыздар. Иә, оптым Жаннадан. Көзінсі менен деп қойасың да. Иә. Жалпы сәттілік. В общем, комментарияда активный болғандардың арасында Жанна подушка беремін дейді да ше. Короче, соны айтып бара жатыр. Айтып қоймай подушкалерді салып аласың ғой, короче. Давайте достар, активность танытыңыздар. Біздің каналға, біздің Instagram парақшаға белгілеп қоям, тіркеліңіздер. Кәсіпкер болу, былай қарасаң күшті сияқты да. Ал оның процесіне кіргеннен соң одан қалай шықсам екен деген сияқты нәрсе болып жатады. Көріп тұрғандағыдай Жаннаның қыз баласы болып тұр, осындай қаншама көліктерге чехолдар тігіп жатыр. Оның процесінде жүр, Саняда жүр. Жалпы кәсіпкер болу үшін дайын болыңыздар. Және де достар, осындай пайдалы болатын қаншама халықтың ескі машиналарының салондарын жаңартып жатыр. Оның өзі пайдалы іс та. Құдай қаласа жұмыс алға жүре берсін. Мына жерде парақшасын тіркеп қоямын. Жанкар және де Абукарға тіркеліңіздер. Сіздер де бизнеспен авто саласында болатын болсаңыздар, сіздердің де бизнестеріңізді обзор жасап таныстыруға мүмкіндігінше дайынмын. Каналымыз іске қосылды. Сіздер үшін пайдалы болуға барынша дайынбыз. Сәтті күнде Абукармен бірге болыңыздар.